Kızınızбен келдіңіз ғой, а? Жасы нешеде? 7-де жасы. 7. Не мазалап келдіңіздер? Сол өтені қышып деп. Түнімен жылап. Жылап, мазасыз. Бұдан алдын дәрі бердіңіз бе осыған? Дәрі бердік. Қанша уақыт болды осылай қиналып жүргеніне? Сол дәрі бергенге дейін бір айдай болып қалды. Мазалап жүре берді. Міне көріп отырсыз ғой, осылар дәрі ішкеніңізде шектің мен сізге көрсеттім суретіні. Қапшадағылары түспейді. Соны әзір 12 түрлі шөптен істетілген тұндырманы құйып, парализовать етіп түсірдік. Бұл жұмыртқа тастайтыны. Бір штугы 10 мыңнан 20 мыңға дейін жұмыртқа салады. Қазір осы бір штугыны сізде микроскопта ішіндегі жұмыртқаларын көрсетеміз. И тастаған жұмыртқаларын. Міне папасы жаңағы бір жұмыртқа тастайтын зрелыйын алдық. Міне көріп қой, показывайте, где показываю, вот ручка. Бір штугыны 40 мың рет үлкейіп жатыр. Ішіндегін көріп қанша? Мынаның барлығы жұмыртқасын сізге отдельно көрсетеміз. Біраз төменге, мына даже несінде жабысып тұр. Күнде жұмыртқа тастап мазалап жатыр ғой баланы. Дұрыс па? Түнімен ұйықтамайды, жылайды, кейбір бала шауырайды. Мына жұмыртқасы. Осыны тастағанын қазір көрсетеміз, ішіндегін көрсетіп жатыр сізге. Жаңа бір осипті көрдіңіз, зрелыйны. Мына уже шекке тастаған жұмыртқалары. Одан басқа мына серыйларды көріп па? Вирус, грибок, бактерия, бұларды біз описать етуге ақымыз жоқ, бактериолог емеспіз. Сол жұмыртқалары мынау сары, дұрыс айтып жатырмын ба? Сары-сарылары міне. Жұмыртқасын жаңағы ішіндегін тастап жатыр. Күнде жұмыртқа тастайды. Солар уже вылупиться етіп, үлкейіп, енді өсіп жатыр. Бұны көре алмайсыз ол жерде. Бұлар енді өсіп жатыр. Көріп па? Әлі де суымыздан өлген жоқ бұлар. Солар дәріге тем более түспейді. Соны біз тазалап түсіріп жатыр. Соңына дейін алыңыз, мен сізге дальше түсіндіремін.